Eşteke devesin var. Bir ile kişi $100 alıp gitti degen estelik bolsun. Makılsız var. Makıl. Anda bugün toyda en bir jakşı maanay menen oturgan şu $100'dı kolçoğlar menen bayekemi tapşırıp koysam okşoşpay kalat da bayekem. Kapı albayız bayekem. Jönele $100 tapşırıp koysak bolbay kalat tuğanlar. Bunu bir oyun kılıp tapşıralım. Bayke kapı albayız. Gençebek baykem. Анда мындай. Дастан деген жигит бүгін жақсы бір жұмышта иштеп атканы барыңызға маалым. Бирок Дастан 4-ші классқа чейин бір кружокко бардыр. Ким тапса кетти $100 сразу. Дорогие дамы и господа, оказывается, наш жених Дастан до 4-го класса в какой-то кружок ходил. Кто ким билсе $100 кетти. Сразу $100 кому-то угадали. Geliyor. Okusanız. Tuğanlar alıştırmayın, yardım verin. Müzika tarmağı. Tansımız. Komuz 50% yakındadır hocam. Biyemiz. Oğuz komuz 60% yakındadır. Gitara 70% yakındadır. Kıyak 80% hocam. Biyemiz. Pianino 85-90% уже. Фортепиано 96%, флейта 97, скрипка 98, аккордеон болчалар болсын тұрғандар. Браво! Келіңіз қол дежеке. Аккордеон, стоп! 99% жақындадығы жеке. Аябай жақын келдіңіз. Просто ең жақын сіз келдіңіз, қолыңызды бекем қармап қойын дедім, ақшаны беріп қойыңыз қайда. Меймандар, уақытыңыздарды көп албайын. Вокалға барыптыр, қадимки вокалға. Бирок вокалда орын жоқ болып қалып, бэк вокалға түшіп қалды. Бэк вокал деген не жеңілер? Бэк вокал. Девушки, подружки. Подпевка, біреуін арқасына тұрып алып ырдап атқандар. Мысалы. Саройдың ғана салқынай тозынан десе, тозынан деп тұрғандар бар ғой? Сағызған ғана ұшат зозынан. Тілекке қарсы ешкім таппай қалды туғандар. О, Кенжебек байке, ешкім таппадың не қылым? Байке, еркекшелеп шығарған кім? Мен. Еркекшелеп салып қойсақ болмай қалады, значит, мен де тұрып тұрсын байке. Есін қалауыз. Бірақ, Ержан айтады, Дастан байкем азырда ұрдағанды жақшы көреді, бірақ ең алдында шын ұрдағандан ұялы береді дейді. Бірақ душқа барғанда, душқа кіргенде страшно ұрдайды дейді. Душқа кіргенде Дастандан ленгірші жоқ дейді. Анда Кенжебек байке, сіз жеңем менен біраз контурменен тейлей беріңіз. Мен Дастандың братишкасы маған жардам берген ойынын баштайын. Дастагы, Ержан ұрышпа, бірақ сен бүгін свадьбаға даярдан аутып душқа кіргенде диктофон қойып қойдық әле душқа. Сен ұрдаған ұрларын барын жастырып алдық. Азыр ошол ұрларды қойып көрелі кім тапса, қол көтеріп қоясыздар, белектер тарқадалы. Бисмилlah, бірінші. Кеттік, бір салып. Аттың. Не ол кетті аттың байке? Хорошо байке, жайлау да, қолшоулар болсын байке. Аттың $100 маға келмей қалды дегендер. Ну ничо, кеттік кейінгіз. Ешігемнің қол бірінші көтерілі отыр? Жаңғырдық. Bir sağlamdan salaksalaysanız. Anda priz yok olmalı. Ладно, приз болсын, жаңғыр дөкті приз. Кейін сұрып. Қана беріп тұрған көріңіз үшін
Biri salgı. Kızılırık, suyup kaldım seni görüp. Yem var konuşmaları olsun dedi bana. Anas. Size düşüyor git. Aslan stop. Hatırda etkensin ya. Sen arada batkanda ne pısatlı kayıt koy. Kettik giyinge. Ежеке? О боже, какой мужчина ушел. Ну и ушел Ежеке. Призвал Ежеке. Наржан, тümüne bayılayım, Ежекеге оңбай қалады. И соңқыр болсын, құдаларға кетсін, соңқы күйе баландар болсын. Құдағи таптық жай. Bir saat. Saatade gözün görmeyen yalnız sürüyorum. Sakkalıp daha gelmedi. Ошол сүрөттөргө берип алмакчы Кудагай, сиз өлүп кетпеңиз. Приз болсун Кудагайыңызга. Браво. Алган белектер көп болсун. Туугандар, $100 негизи бир астайын тамагы Кенжебек Байкемдин кудаларына сөз берүүдөн мурун Кенжебек Байкемдин өзгөчөлүгү тууралуу айтып алалы. Айнура жеңим калып кетти. Айнура жеңимди айтып коесуздар. Коноктор, дастан. Атакеңнің бір мощный өзгөчөлүгү бар экен. Аны сен да жан дүйнөңө сиңирип албасаң болбойт. Ал өзгөчөлүк тууралуу айтып берем азыр. Меймандар, о келдик акрас. Бір күнү бір кичинекей бала атасынан келип сурап атат дейт. Ата, мужик деген ким деп. Анда атасы айткан экен, балам, мужик деген күчтүү, көп акчаны тапкан, үй бүлөсүн жакшылап баккан, эң башкысы эшикти ачып үйгө киргенде бардыгы стройго туруп калса, вот ошо кишини мужик дейт десе, анда баласы айткан экен, ата, анда мен да чоңойгондо апама окшош мужик болом деген экен туугандар. Көрсө, апасы кирип келгенде бары стройдо экен. Байекемди көрдүңөрбү? Оңду караса жеңем оң жака чуркап жүрөт. Солду караса жеңем сол жака чуркап жүрөт. Байекем көзүн ылдый кылса жеңем отура калып атат, өйдө кылса секирип тура калып атат. Настоящий мужик үчүн бир кол чабуулар болсунчу туугандар. Дастан, так что атакеңен бат-бат мастер-класс алып турбасаң, чай куюп отуруп, Үмүтай үйрөнүп сени көзү менен башкарып калбасын анан. Ишенбесеңер доказательство байке. Жеңемди карап көз тылдый кылып коюңуз, жеңем тети стулга отура калсын. Стул таппай калды. Или бой стул жеңе. Караче, ой. Байке көздү кайра өйдө кылып коюңузчу. Ой! Кайра берилди байке, акыркысы болсун. Ой, кол чоолору болсун. Настоящий мужик ушундай болот. Байкем, Кенжебек байке, канча жашка келдиңиз? 51. Оюмду жаман бөлүшүм. 51 жашка келгенде аялын көз менен башкарган эркекти биринчи жолу көрүшүм. Байке, мунун секрети эмнеде?